Dostlar, Sarapaslar, қалайсыңдар? Елу минут күттім бұл қызды. Адайға берем мен суды. Задний фон. Опа, қысылы. Асфендияровтағы адамдарға береміз. Я снимаю влог, достар. Станокқа қарай кетіп бара жатырмын. Шашым өз қылды. Адай боқтамай айта білесіз. Бәрінің жоқтығын білдіртпейді. Влогқа салайын чекін. Ой, саған. Кім берді? Кім берді? Білмеймін сол бар ғой. Скидкамен алып кім берді? Сол аз қатысып нұры берді сол. Не тупая. Сұрбай спелейміз. Сколько тебе смешал? Қойш. Маған біреу жазып берген. Жарайды десе берді. Всем сәлем. Біздің никчемный группамыз. Қараш менің қолыма даяқта. Ойбай деші. Романтикасы ашылып кетті. Сөйтеді әді. Қарамын қандай папелі бар балар. Алып барады деген бар қандай. Достар, айназиға тіркеліп кетейік деді. Біздің группамызға. Ана қызыл немне жүр? Плюсті басайық де. Жерге. Біздің тиктокершамыз. Айназ 300 тұрды. Вальс. Как вещия. Даңғырайдың подарығы 8 мартқа. Әлі 8 мартқа қанша күн бар десе. Көріңдер ма, мен жігіттерді сосын таңдамаймын ғой де. Мен только қыздар ғой де. Саған не берейік айтшы? Ой, қалай келдің алқам? Жарайды ештеңе бермейтін мал. Қымбат ол. Өзі көрген ал. Ой, бейбей крем алмайсың ба одан да? Ұлпан, Бейбей крем алды. Жайға не беретін болды қосты? Коллаген тоналка. Коллаген тоналка. Ой, сен сама қолданасың ба не? Өтірік айтады бірінші рет алайын. Бізге бересің бе? Отырмыз. Бізде подписчик достар. Менің кітабым. Шадам, қашан шат дейді? Ақтарып қалған. 17 дейді. Ой, Андай не ғой, тень бар ғой, қас не алатын, соның темный несімен. Бір стрел. задний фон. Опа, қысылы. Нақ, тұрасың бізге. Адай қалдан, Видео сен түсіп ана? жатқан кезде. Тікпірші. Давай второй дубль. Мен түргіге біші жоқпын. Просто мен ақыл айтуға бармын да. Біз қазір асханада отырмыз. Біз тамақ жеппейміз, тамақ жеміз. Опаның аузы берік. Мына біздің асхана. Ішінде барлық ұлт бар, короче. Қараңдар. Мынау, может арабтар, может білмеймін. Қараңдар қалай тамақ жейді деп. Мыналар білмеймін, бразильский. Мынау Дильназ бірдеңе білдіріп отыр, короче. Адайға берем мен суды. Бұл да Нұрай. Тамақтар осылай сатып аламыз. Сондай ақылдымын деп қойды. Ой, мама, енді бұның тым артық Дильназ. Бешара Адай. Ана тарелканы қайттан қиын. Адай ішесің ба? Философиядан осындай файларына конспект жазамыз. Да, Адай тамақ жеп жатыр. Әлі отыр. Нұрай да конспект жазып жатыр. Біз сыртқа шықтық. Сен сақын бола ма не? Ага. Таксиге қарай кетіп бара жатырмыз. Мыналар маршрутпен кеткен деп жатыр.
Намасте. Күшті. Бірдеңе білдірді. 초등학교를 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 Сіздік? Ай, досымды. Миссия провалена. алдымызға шығады. Музыка слушает. Машинасын тұрып деп па? 6. Может, Алтай деген бала бе? Қасымызға тоқтап жүрмесін бала. Ойбай, басыр. Жалбағаш болды. Ой. Ана кетіп барады. тұрады және рухани болмысты біз шартты түрде екі үлкен осымен влогым бітуіне жетті. Тым түсірген тұрып жейікші. Сәлем достар, бүгін де влог түсірмей кетті. Бүгін менде осындай образ. Егер память етіп жатса қосамын, жетпей жатса нету этого видео, короче, көрмесіндер ме. Ал кеттік. Сағат 10:36 кетті, менде сабақ 12-де. Менде микробиология кітап. Бүгін микробиология сабағын өтеміз. Ол қиындау сабақ. Айтып қояйын. Қазір мен режиссерін түсіп бара жатырмын. Маған удачи. Бүгін күн керемет болып тұр. астынан екіге бөлесің ананы бүткенде бір жерге жасап бересің ғой екінші сабақта, иә? Сосын артқа пинцетті артқа бересің. Үш түрлі болу керек. Мына жақтың алдыңызда biraz үш түрлі дезинфектант болу. Сіздерде қандай Пинцетті бересің. Тамақ жеуге кетіп бардым. У нас есть минутка деген. Осындай жер. Это наш корпус. Мен сөз дәптерім. И бөз дәптерім деген. Мына группа. Оқымысты дарын. Нұрай не істеп жатыр? Не екен қараңдар? Өзімен өздер. Олпан. Бөсек соғып отыр екен. Дарын өзімен өзі. Нұрай. Сабақ оқып отыр.
Что-то не то. Сәлем достар. Мына жақтан күн түсіп тұр. Мен қайтадан сіздермен бірге оралдым. Бүгін 3-ші күн. И новый влог емес, енді жалғасы. Бүгінгі күнді қысқаша түрде айтып кетем сіздерге. Біз бүгін менің подругам екеуміз андай стикерлермен комплимент, подкаты и соларды Асфендияровтағы адамдарға береміз. Қалай болатынын көресіңдер. Мен соларды қазір жазып отырмын. Сосын не жазылғанын көрсетемін сіздерге. Негізі сабақ оқып отырған адам едім. Осындай ортопедия дегенді. Бірақ мынаны жазу керек болды. Девушка неземной красоты. Неземной. Мынаны оқыңдар. Мынау вообще күшті. Көзіңіздің тұңғығына қарап батып кеттім дейді. Осындай да бар. Қызға да, ұлға да. Почеркім қандай екен? Күшті ма? Мынаны сабақты оқып тастауым керек. Негізі бір рет оқып шықтым. И қайталап бір рет оқып шығуым керек. Қазір мен что в моей сумке деген нәрсені түсінішім. Осындай шортер. Смотрите. Это Асфендияровтың. Бұны маған әпкем сыйлады. Мен ішіне ең алдымен кітап саламын. Бізде ортопедия сабағы. Оның 3 кітабы бар, мен только бір ғана кітапта барам, потому что маған ауыр болып кетеді. Дәптер, осындай ішінде сары жазулар бар. Сосын бағана айтып кеткенімдей стикерлерді салуым керек. Бірге саламыз. Сосын Чокопай. Бұл реклама емес, достар. Просто мен шоколад жақсы көремін. Су обязательно саламын. Бізде ең бастысы халат және чепчик. Пакет бермем, потому что бұлғанып қалмасын деп, ішінде ручкалар да, фломастер бәрі жатқаннан кейін. Сосын мынау бой өзіңдер. Мынау құртсыз мен өмір сүре алмайм. Оны да сақ қойымыз. Ручка, фломастер бір екеуін. Сосын менде мынандай шрифт бар. Шрифт етмек. Атын ұмытып қалдым. Хотя айтсам кешіріңдер. Қазір ортопедияда гипсті істер жасап жатырмыз. Соған арнап мынадай инструменттер. Техниктің пышақтары деп аталады. Техниктің шпателі деп аталады. Мен олар әлі упаковкада тұр. Сосын мынадай гипстің істер. Мынау әлі бітпеген. Осылай гипсті қатырып, біз іс жасаймыз. Оны универге барған кезде қалай жасайтынын көрсетемін. Сосын мен әлі сменкамды алуым керек, кроксиді. Get ready with Айназ деген түсіріп тастаймын. Рубашкам киіп тастадым. Осындай жилетка кигім келіп тұр. Сосын менде дұрыс емес тұр. Штативке қойғым келіп тұрған. Осындай шалбар. Черные брюки и көк жилетка. Қалай тұрады екен? Посмотрим. Менің бар видеом осы дайындалумен өтетін болды ғой. Мынау мешает. Менің телефон зарядкада тұрады достар. Айтпесіңдер. Так поставлю. Бір нәрсе жетіспейді. Это галстуки. Все? Готово? Духи седьмас. Вот и все, да. Достар. Необычные ремешки. Бірақ мына образым онша сай келмейтін сияқты, бірақ өзімен айт. Сырт киім не киерімді ойланып жатырмын. Потому что сыртта күн ыстықтау. Все. Готовый образ. Сәл-сәл макияж істеп алдым өзіме. Я все. Полностью готова. Моя сумочка. И пальто ем деп шештім.
Неге качество дұрыс емес? Жарайды, кеттік жұмыр. Мен универге келдім. Осындай жерде отырмын. Подругамды күтіп. Ол сабақтан 12:50-де шығады. Мен сабағым 1:30-да басталады. Соған дейін біз видео түсіріп үлгеруіміз керек. Вот, осындай парк сияқты. Негізі ардагерлеріне арналған. Біздің корпус стоматолог. Төле би көшесі. Сағат 12:23, мен әлі отырмын достар. Ойын ойнап отырмын. Супер. Мына қыз келді. Мен 50 минут күттім бұл қызды. Енді тормозить етіп. Кімге бергім келіп тұр? Достар, сабақ бастар, қалайсыңдар? Қатырақ сөйлесін. Берейін ба, бермейін ба? Деп па? Басқа қыздар кетіп қалды басына. Қастан басқа қыздар кетіп қалды ғой. Басқа адамдар да бар ғой. Просто адам көп. Қазір үстіп түсіреміз. Ал? Ана ақтаған дейін. Қайсы? Давай. Біз видео түсірейін. Кетші өтірік. Анда жерде отпай, серьезно айтам. Наталья, балаға мен кетем. Қайсы? Сен айтып ал бірінші кетіп қалмай. Давай, кете берлер. Түсіріп болдық. Соңғара кетіп бара жатырмын. Бұл біздің стом корпус. Керан тағысы олады ойына. Бесеуіміз кіре алмаймыз да. Отырмыз. Ұлпан келді. Берге Гера. Қазір өстеміз саған. Оны астыратын білдім яқыш. Патриоты. Қайда жүрсем жатады. Түсіп жатыр ма өзі? Білмеймін. Қимай олып жатады. Қайда немеске шығады сізді? Мынау біздің деканаттың этажы, 4-ші этаж. Нажмем кіреміз. И ортопедия кафедрасы. Какой-то запах. Есть. И мынау біздің кабинет. Ең бұрыштағы. Ескі табаған ба? Қуасында ма? Это серьезно? Что хватало ты еще? Не істеватсың? Подожди, жетіспей ма бірдеңе? Кетіп кетесің бе? Жіберді ма сені? Қазір келатырмын. Что? Сен мал, так келатырмын, көтеріп келатырмын дейді ғой.
Biz әлі отырмыз сабақта. Душа от потерь, меня ты тоже верь. жаңа айтып кеттік қой, жаңа 200 сөз айтып кеттік. Мынадан мүсін құйып аламыз деп айттық қой жаңа бағында. Содан кейін мүсін міне дайын болды. Ары қарай не жасаймыз? Мүсінді құйып алдыңдар. Клиникада егедіңдер, міне қалып алдыңдар. Қалыпта мінекей міне мүсін құйып алдыңдар. Ары қарай. Ертең енді қараңдар. Соның кейін екінші қабатын жағып. Кейбір студенттер қайта айтып жатады. Түсінік пе бәріне? Кімде қандай сұрақ бар? Всем пока, достар.